шөппен бордақтау керек, бірақ ол жерде салқын болу керек қойдың бордақтайтын жер. Ыстық болса тойынбайды. Ол қалай? Қой ыстық мал ғой. Иә. Ыстық мал. Ыстыққа біз семірмейді қыста. Лапас жылы жерге болмайды дейсіз ғой. Сиыр жылы жерге тойынады, қой жылы жерге тойынбайды. Лапас қар түспейтін, асты қаттайтын жерге біз қатты тойынады. Жем шөбі дұрыс болса. Иә. Ол қой ыстық мал деп есептейміз. Асты сыз болмау керек, су болмау керек. Со ғана. Иә. Ақ болу керек. Ақ болу керек, жел кіріп тұру, алмасып тұру керек. Сасық болмау керек бастысы. Жемнің ғана жел кіріп тұру керек. Жел кіріп тұру керек. Жел қағып тұру керек. Алмасып тұру, сонда мал сергек болады. Жазға салым чым қабақ дейді. Чымды жер бар ғой, чым қабақ дейді қазақша. Күзге салып құм қабақ дейді. Құмда не жейді? Бұл жусан жейді, изен жейді, сексеуіл жейді, бұйырғын жейді. Сексеуілдің бұйырғын жесе бір өкпедегі дерті тазалады, жоғалады.